Күн таулартына ава, ахыр керет аяклары була кая жухланы, шишли кетерге хазырланган мыдыхны шарганча кызарта башлаганды. Элдем бір жарлырақ турган жаңыз үні арбазын кара канат жаба тебірегенді. Тауладан энген суху желчиге кыстау барган шерекни таушун биттеу ауышқа жаяды. Заманына ауырлығы күппір еткен қатынчық, уллу қара жаулығында арқасына қаплап, босағаға олтырғалай, сол қолында жияғына тіреу еткелей, сын болғанша, қарамынтардан келген жолдан айырмай, мұдақ олтырады. Көп олтырлықты олалайда. Жаланда көз байланғаннан сора, суық ая сүйеклерінден де өтіп жүлегіне жете башласа, жан-жанына чоңқая үйіне керлікті ол. Негесі да, башқа заммалада чабылмай тышыру бүгін тышында көбірек қалды. Аны сағышларын бөлмейік дегенше, арбаздағы алма терекні чапрақлары аязда шош, тарғулы шыбырдайлы. Ма көп заманнан бері алай өтеді қарт қатынна қары күніді. Ерттелікте тұрыр, бияғы жеріні олтырыр да, қарамын ол жанына бұрыр. Бірдеу елгеніп ұянғанша, жерінен терік қобар, сора қолын маңлайына салыр да, ол сақлап тұрған еслеп қойғанша, көзлерінде жарты қысып, ол жанына түрслеп қарар. Сора аны көріп қойғанша, бір тақиқаға беті жарыр, шарыр. Жан кергенше көзлері жарырла, нөгеріні алына чабайым дегенше адырғы етер. Учарға қазырланған құш балача ар-бері терк-терке атылап башляр. Біраздана, бетін қараңы ауанача мұдақылық басар. Қолларын бошляр, гитче күппұрчық болыр. Аяқларын сүрей-сүрікей келір де жеріне чөгер. Терен солыр, ақтыныр. Сура көзлерін арбаздағы жаңыз терекке аралтып тоқтар. Кесіні жаңыз шүйоғына. Тыншылықсыз жашауыны шағатына. Көптен берді жаңыз сөзіне керіне. Аны бұла хабарлашып башляр. Есіңде міді? Сені ол келтірген еді. Қалайды чечиен, қорқақчық. Желтик асчық ұрсауқына қалтырап тоқтейін. Сен орнатқан күн екібізді қолдарымыздан тұтып, төгерегіңе тепседік. Қалай насыплıyық біз ол заманда? Ол, мен, сен, үшімізді. Сора көкті жарығай. Кешелеу алай жылылы илі жарықла. Башын тобуқларыма салыр етті. Мені амчачин сылай. Арю қара чачин бармақларымла тарасам, ол бек сүйді. Көкке қарар еді. Білемісі, ол көкке қарарға бек сүйді. Анда бір зат ізлегенча. Сұра жұлдызладан бірін көгістіп, майна көремісі, ол жұлдызланы бек әлуді. Мен аны саңға сауға етемедер еді. Керек түйіледі маңа жұлдызла. Ол кесейді мені жұлдызым, Аллах берген сыйлы жұлдызым. Қалай насыплıyық біз ол заманда? Ах, қалай! Ендуа, ол маңа сайлаған жұлдызланы жаңыз бірінде көре алмаймы?
Кайрисе кеткенділе думп болып қалғандыла. Көкте шөндегі жұлдызлау бір мұты құздыла. Не жарықлары жоқ, не жылулары. Оғасы, ол жұлдызла аны ізлейме кеткен болырла. Аны менен алып кеткелі, көкте түрленгенді. Қалайсы бір башқа түрлі болғанды. Кечеледі алай суықла болғандыла. Біраз кечірек қалсаң, үшітіп қойарықтыла. Суық кечелі, ачы кечелі. Тоба ендуа көсі байланғанды. Бір жұқта көрмейме. Үйге кірсем де болуға денді. Ой, енді біраз шық тұрайым. Мен үйге кіргелі келіп қалсауа. Қарап мені көрмесі қиналыр. Аны келір заманына алдына шығып сақласам, ол бек сүйді. Суықлауы келгенді, кеткенді етірілі. Ала көптен бері де мені жаңызлай қоймай бірге мелі. Алаға мен әрттіден бері үйренгенме. Мені біраз сақлайым, енді да біраз. Кім біледі, ол бүгін келіп қалсауа. Негесі де, екіміз де бүгін бірге жолы құрық сұнып тұрама. Тергірек жетсейді ол заман. Алдына шығып, сақлап тұрғанымы көрсе, ой мені қарақашчығым, дұғым көз қарылғашчығым, алтын таяқчығым, ой мені таң жарықчығым деп, қолларында өрге кең жайып, ұлы-ұлы атлап жетер еді. Мені алына чабайым десем, аяқларым жерге жабышып қалы елі. Көздерімі жерден ала алмасам да, жүрегіме асыр қуанғандан жеті көкке шығар еді. Сұра тынч қатыма келіп, көздеріме де бір қарап, сермеп құшағына алып, алай үйге кереді. Біз алай насыплıyық ол заманда. Негесі де бүгін кесім маңна жолы құрық сұнып тұрама. Аллах тілеклерім ештемі болыр. Қарт қатын тардан қарамын алмай, асыр көп сағыш еткенден ашқам жұлдызны шыққанында еслемей қалды. Кім біледі, заман озғалылыққа ескі жыралала сау бола болмасыла. Арбазда өскен алма теректі, аны хапарын бөлмейім дегенше, таушсыз тыңылайды. Көп жылладан бері, қар иңер сайын, жай қыш, жауын қар демегелей, бұты шыру, тардан келген жолға қарамы бұла қапланғалай, жашауын өттіреді. Замана барады чөчхұрдан сарыққан сулай, айла жылла өтеділі. Қағанақ болып туған сәбіле қарт кішілі қарт қатылла болғандылы. Бірлеге жел қаққанша озған кечілі, бұты шыруғауа, сау өмірге созыладылы. Алай еті өмірлік өтті. Жерге қуат берген арю гүліні, қызыл гүліні, ауыр аяқ басып, тамырындан үздірді. Ибрагим ұзын бойлы чырайлы жаш, миықлары да өрге бұрылып. Не заманда да күле-күле шара айланыр. Кесі да бір қауымшыл шахарда тұрып, оқуын бошап, ұлы білім алып келгенді. Елге қайтқалы бері де школда ұстазды. Арю тілі адам. Саби болсын, не да ұлы гитше,
Елді аңа хурмет етмеген, намысы бермеген қазына адам жоқты. Аны орамлы өткен заманын сақлап, саламын аларға сүйгерледі. Асты үлділі. Қызылауа. Жиылған жерде бегелға хапарны анысынан башларла. Ол кімні сайлар? Аңа тиішлелді қайсы қыз болыр? Не да Ибрагим ұзақтан бір башқа елден біргесіне оқыған қыздымы келтірлікті дерелі. Алай болғалыққа. Жашыртын ішлерінден андан ұмыт етмегена қазна бірді жоқ. Аналауа, қызлары болғалла аллай кеуіні түшлерінде ізлейділі. Аңа қайын ана болған түшіру кесін дүнияда бек насыплыға санарықты. Бір жол Халимат су алырға бара тұрған жерінде Ибрагимге түбеп қалады. Ол жаңыз кесілі келе тұры еді. Қалайсы да Халимат аны жоқ жаллағын чыға дәрі еслемеді. Кім біледі жаш қызны не сағышы болыр еді башында. Көргеллея асыр абызырағандан аңа аралып жерінден тебе алмай қалды. Ола Халиматны қатына жалдады да, күнақшы болсынны айтқаннан сора, баян мен ажаш мейсім, сен Масхұтны қызысы. Есім деді, мен оқуға кеткенде сен кетчеген. Енді ұлы қыз болғанса. Бетіңде айбыла күн қонып тұрған чыша, нечегер ұса. Машалла. Шүкір болсын сені кебек жанны жаратқан ұлы Аллах. Атыңа қалайды? Болса да, Халимат шөнді аңа сөз айталық түйіледі. Оланы бір айтқан сөзінде ештмеген еді. Жаланда, өмірден бері де алайда сын болып тұрғанша, бетін оқына бір жанына бұра алмай сүйеледі. Сора, аланы көздері бір-бірге жеттілі. Көпке ұғай. Көпті жаңған жұлдыз ұчып дүм болғын чуға дерече. Бір кесек чікке. Жаланда аллы бір чікке. Аннан сора Халимат Илья ұрғанша болды. Бетіне қан чапты, қызарды, көздерін жерге иді, алай жеріндені деп алмайды. Ибрагима Халимат табадағы да бір атлам етті да, Аллах айтса қарылғаш чық, жоқ заманда біз энтіда түбешірбіз, деп адам істеп қоймайғайд дегенше терк-терк атлап, бара тұрған жолына кетті. Халимата ешіғаннан сора, бара тұрған жұмышында ұнытып ызына қайтты. Аяғы басқанны көзі көрмей үйіне жетті. Төшегіне барып, башында жастық түбіне бұқтырып, бауыр төбен жатып, көздерінде тамычы жыламық қалғанчыға дережіледі. Халимат көп сағыш етті. Неге айтқан болыр еді Ибрагим аңналай? Масқара етіп ме? Ой. Ол аллай түйілді. Оғысы, болыр мұға алай? Аллах біттеу дүнияның асыбын маңа беріп мұ қойған болыр? Алай есі. Ол алай есі. Кечеге біле етіп тұрған тілеклерімі сыйлы Аллах ештенме болыр? Кім айталықты сүметлік не зат болғанын? Қайдан? Қалай келгенін? Өмірін сүймеклікні үсінен жазып оздырған назым ұчымы, не да алимме, көп түрлі китапланы қалау-қалау етіп тауысқанмы? Оғысы жырчымы, жырларын біттеу халық айтып тұрғанмы? Кім біледі?
100 жылдық ақсақалма айталар жашау жолында сүмеклікні қуанчын, азабында чегуді сынауы болған. Ким? Қарт. Сені қап қара чачың тау башында қарча ағарғанды. Айтмаңа. Сүмеклік ол неді? Эртте болғанды. Маңа да аны заман сау етер деген ілі. Көп қарады ақсақал күнді барған сына. Сора көздерін жерге иді да терен солыды. Ибрагим сөзіне кертічі еді. Келечілені көп сақлатмай жіберді. Эки жанада разлықлары бұла жоқ заманға сөзді тоқташтырдыла. Халиматтың жүрегінде қалай істе бір тыңысызлық барды. Харзатта сыртап барады. Аллах сақласын балақтан. Әрі той болған еді. Қуаныштан, ойындан толы ұлы құрметлі той. Ақсақалла боза көпбаланы көтіріп, жаш үйір құрағаллаға, ата-аналарына, аладан туарықлаға, бітте жамауатқа да сыйлы Аллахтан арю алғышля тіледілі. Нарат тірекчі субайы қызла жашля абзехе барадыла. Асламбейді аяқ бүйеділі. Эрттеден бері да елде бұллай қуанч болмаған еді. Арю той еді. Ұлы той. Алай тойда дағы да біреу бар еді. Қара бұлытша мұтқыз болып тұрған. Ол терек артына бұғып, тойға көп қарады. Сұр адамлаға көрінмей, алайдан думп болып кетті. Аллаху Тала айтты: «Ей адам ұллары, сізні да мен жаратқанма. Бұсыз көрген құдіретті да сізге деп. Алай энті да бір сауға етейім. Аны аты сүмбеклікті. Ол келіссе қараңғы кечегіз күнче жарық болыр. Черекні шорхасыча сусабыңы қандырыр. Мұдақ жүреклеге қанат біттіріп, жеті көкке шығарыр. Жалан да сіз аны сақлағыз. Бек қат сақлағыз». Халиматтан ұмыт еткен дағыда біреулем бар еді. Ол біз башында сағыңнан тойға бұғып қараған. Не затты етіп мұратына жетерге кече жұқламай күрешкен бір зар адам. Мен тұрғалай кімді нек болады насыплы деген аман адам. О зарлық, құрырық зарлық, балақтан хатадан тоймаған зарлық. Қалай бір сәбені өксіз еттің сен. Ненча сүйгенні бір-бірінден айырдың. Ачы жыламлықладан шірекле құрадың. Тағы да бір тоймадың сен. Қара зарлық, аман зарлық. Энтті да сен айтқалай болды. Эки сүйгенні бір-бірінден айырдың. Чаға тұрған арю гүллені тамырлары бұла үзіп, бір жанына аттың. Алтын чач күнні да қара бұлытла жабып, ол да ұдақ болды. Аллай заман еді. Хаталар болмай, жалған дау бұла көпле жойылған заман. Адамны сөгіп, қол салынмаған қағытны жазса оқына, көпке да созмай, аны тұтып кетейілді. Аллай
осал заман еді. Тардан келген ачы жел, боран өттіріп, ауыр қара бұлытланы ейтаба сүре башлағанды. Эки сүйгені хар күлдерін сағатларын да насыпларына қуана өттірелі. Ала жашарға сүйеділі, ішлерге, сабілі өстірірге, бешік жырла айтырға, күлірге, бір-бірлерін қиылықтан сақларға, қара бұлытлануа көрмейділі. Той бошалғаннан сора толу айда осмаған еді. Жаш үйіргеде келділі халқын жауын ізлей. Біреңгерде Халиматла Ибрагимні қабағы ішкілерді ачы тауыш етіп қағылды. Еркелікті сақлай тұрмай, арбазға бір қауым адам болып кірділе. Башларынан аяқларына дері, үстерінде қара киімлері. Кел, деділе. Ибрагим халқын жауса деп қағып келгенді. Терслігің болмаса, терк оқына қайтыр сазыңа. Ибрагим оқулы білімлі адам еді. Ол білейді, Аллай чөпке шығарылып кеткелі қызларына қалай қайт халларын. Жаланда ол аңғыламаған. Не зат үшін? Оғысы сүмеклік жашау жорғылаға терс ме түшеді? Ала етер амалың жоқ. Ала екісі да, Халимат та Ибрагим да терен ақтынып, қолларынан да қаты тұтып, бір-бір көздеріне қарағанда, алаға таула ташлада әрі болыр әлі. Ол бір сілеуа, тұзақларға келгелі, уға жайылған бөрі жүйін кебек, жетіп екі сүйгенні жанына тарта кетіп, алай айырып, Ибрагимні алып кеттілі. Халимата арбазда қалды. Екі қолында сүйгенні зындан ұзатып. Қара бұлыттыла, еліні башын жаптыла. Тауланы қалтырата ачы тауыш етіп, елия атылды. Екінші күн толу нығышқа біреу келді. Омақта киініп, бетінде асыр көп қуанчы болғандан, аузы құлақларына дері açılıp. Assalamu aleykum Alallah. Alallah olturgan жерлерінен қоптыла да, сөзді айтмағаллай бірер жанына кеттілі. Налат болсын, екі сүйгенні бір-бірден айырғаллаға. Көздерінде жерден алмай, ашқам қараңғысына дәре сүйелген еді ол алайда. Бұ елді ол аннан sonra көрінбеген еді. Аннан бері көп жылла остыла. Халимата бір затны да ұмытмағанды. Har күн сайын босағыға олтырғаллай, сол қолында жияғына тірегеллей, қарамын тардан келген жолдан айырмай, одақ олтырады. Өз антларына кертішілей қалған түшіруланы жаңыз ескермесічі. Баш иелеріне кертішілей қалған таулы түшірула. Дүния зауқлығына алданмай, антларына кертішілей қалған таулы түшірула. Біттеу дүнияны мақтауы сізге болсын.